Жамбу! Қайдасың сен? Жамбу! Жамбу! Нұржан, бұдан артық. Не керек? Жамбу, қайдасың, Жамбу? Мен қайдам? Басым. Басылап. Бәрі өзі. Басым. Жамбу. Берші ма? Берші ма? Жамбу. Әке. Аш есікті аш, әке. Келді. Есік жоқ қолында. Биыл ұл үйленем десе, қаражат жеткілікті. Тойды жақсылап тұрып өткізіп береміз. Қадірімді білетін қазақ қызға үйленем, қадірімді білетін қазақ қызға үйленем. Иә, Құдай сол күнге жеткізсін деп тілейікші. Әрине, жалғыз ұлдың тілегін неге орындамасқа? Сен айтпақшы, ана келін таныстың ба? Танысам деп жүрдім. Таныстыр деп айтқам, келесі апта алып келем деді. Ассаламағалейкум. Уағалейкум ассалам. Үйде екенсіз ғой аға, қалайсыз? Ей балам. Қалайсыз? Қалайсыздар? Мына бұда бойдақ жүрме әлі? Жәнібек айттым ғой саған. Күнде осы баяғы айтатындар мен үйлен деп, мен үйленбей маза жоқ сияқты ма? Күнде осы. Шын айтам. Дұрыс қой. Сенен басқа кім бар енді? Сен бірінші келінде кеп таныстыр, соның кейін ар жағын көре жатармыз. Кеше ғана балам мектепте жүреді, бүгін міне енді үйленетін болды. Ер жеткен ғой. Анашым, бұйырса, биылдан қалмай үйленем. Дұрыс айтты. Жақсы жұмысың бар, жақсы көретін қызы бар, әкесі көлік әперем деп отыр, ақшасы бар, одан басқа не керек? Не керек? Рас айтасыздар. Жасым 25-те, үйленетін уақыт келді. Онда Арайда келіп сіздермен таныстырам? Иә. Шіркін десеш. Арайды дейді? Болашақ келіндеріңіздің аты Арай. Ей, Жәнібек, сен мынан доссың ғой. Ол болашақ келін қалай өзі бұлай? Өте керемет. Сол қызды келін қып алсаңыздар еш өкінбейсіздер. Мына Нұржан менің алдымды орап кетті. Әйтпесе сол қызды өзім ақ алып алады мен. Армандарсың сол, жүрен сол арманды. Ұстап қояды. Шай ғой. Шай.
Иә, мен чай қояйын. Қазір мен аяқтап тастайын. жарайды. Жақсы ака, кеттік біздер. Аха. Ey sen denin sağ olsun. Сен сау. Өткен дегенен бар ма достым? Өткен дегенен дейсің ба? Өткен дегенен болады ғой менде. Бешеке көрейін. Нұржан, кел досым. Ана балаларыңды біреулер көріп қойып жүрмесін, Жамбыл. Ей, қорықпашы досым. Мына клубтың иесі мен танысым. Оның үстіне ол да мұндайдан кетер емес. Осы бәлелеріңде не қыласыңдар? Ей, сен рахаттың не екенін білмейді екен мынау. Ой, былай рахаттанбай ақ қояйын мен. Ана жақсылыққа апармайды, Жамбыл, тастаңдар. Жоқ, ей, мен өмірдің мәнін енді түсініп жүрмін. Енді таптым. Көңілің түскенде мынадан артық ештеңе жоқ досым. Мынадан артық. Қойындар болды, ақмақ болмаңдар, Жамбыл. Сенбейсің ба? Кел, бір рет көр. Кел. Жаңағы сөзін қайтып аласың, кел. Ей, дос, кел. Жындысың ба, теледидар көрмейсің бе сен? Осы уақытқа дейін аман-есен нашақорлықтан жазылып кетті деген ешкім естімеппін әлі. Ей, мен нашақор емеспін. Мен жай өмірдің рахатын алып жүрмін. Кел, көп сөз ғой. Кетші бер. Бұның жігіт емес қой. Өзін жігітпін деп санайтындар. Мұнан дәмін көру керек. Мұнан сонда кім болды, Чико? Жігіт емес. Кел. Білдес. Көрейін қалай жігіт болып жүргендерің сендердің. Мен досым келіп, кел. Үйретші бер. Оның аласың. Болды. Мұрныңмен жай ғана еске болды. Кәне. О, міне жігіт, нағыз жігіт, міне. Жігіт деп осыны айтады. Кел, көрін берсін. Мыналарың түгел әсер етпейді ғой? Шыдаш досым, қазір бәрі тамаша болды. Қазір көресің. Тағы бір көр. Кел, досым, көр. Әй, жігіт. Міне жігіт. Мына жігіт қой бұның. Бұл оқиға осылай басталған еді. Уақыт зырылдап жатты. Ол бірте-бірте есірткілік заттардың ең ауырында татып көрген болатын. Өзінің ең жақын досының азғыруы тәрбиелі жігітті бұл әлемнің ең азғын адамына айналдырып бара жатты. Түзелу үшін бәрі тым кеш болып бара жатыр еді. Нұржан бұдан бұлай өз жанұясын емес, есірткіні ғана ойлайтын, мейірімсіз адамның кейпіне еніп үлгерген еді. Бұл қатал тағдырдың оның отбасына дайындаған ең ауыр соққысы болатын.
Бастығым 1000 рет хабарласты. Бәрі сені іздеп жүр. Шай іш балам. Мен не деп жауап беремін білмеймін. Не үндемейсің? Айтпайсың ба маған? Балам, жұмысыңа неге бармай жүрсің? Ей, сенің істеп жүрген жұмысыңа елдің баласының бәрі қол жете алмай жүр. Ұрса бермесеңші енді. Балам, бір жерің ауырып отырған жоқ па? Түрің бозарып кетті ғой. Еш жерде ауырып отырған жоқ. Оныкі еркелік. Айқайламасаңшы балаға. Ертеңнен бастап жұмысқа баратын бол. Ұқтың ба? Ұқтың ба деймін? Не дейсіз, әке? Мен не деймін, домбырам деймін. Есі ауысқан ба мынаның, а? Мынау ауырып отқан сияқты. Жұмысқа қашан барасың деймін саған. Барамын дедім ғой, әке, қойыңызшы бол, неге? Айқайлай бермесеңші енді. Жауапкершілігі жоқ адамды қазіргі заманда жұмысқа алмайды. Ұрса бермесеңші енді. Қошай, мен саған айттым ғой басында. Жұмысыңда адал атқар деп айттым ғой мен саған. Шаруаң болмасын, менің өмірімде, әке. Мұны әкесін ұрайын деген ба? Ұрам! Қол көтерме. Кет көзіңе, көрінбей, жоғал! Араласпаңдар менің өміріме, түсіндір ме? Араласпаңдар менің өміріме. Біттің баласы. Ашуланбашы енді. Бала ғой, ол өз кінәсін түсінеді. Жамбы, Бұнда неменеге кел дедің? Жамбы маған алдыңғанда көпте берші. Нұржан, тоқтат енді. Бұны орынды пайдаланбасаң, қиын болады. Өліп қалуың да мүмкін. Білем, үйретпей қош болды. Барма, әкел, берші бол. Бар, бірақ бермеймін. Неге? Себебі, сен менің досымсың. Бұлай жалғаса берсе. Нұржан. Ол саған арналмаған. Нұржан. Стоп. Нұржан ақыр соңында тамырына ине қадайтынды шығарған. Бұдан басқа жолда жоқ еді. Әрбір өткен күн оны осы бір қараусыз қалған ғимаратқа ертіп әкелетін. Үйіне бірнеше күн қонбай кететін кездерде көп болған. Бақтыбай мен Ақсәуленің іші бір жамандықты сезгенімен, жамандыққа қиғысы келмей жүрген. Бала кезден тек жақсылыққа, ізгілікке тәрбиелеген балаларының теріс жолға түсуін
олар тіпті де түсіне алмайтын еді. Мынау керемет. Ақмақ. Ол есірткі саған да, маған да арналмаған. Мынау адам болмайды. Ертең менен көрісесің. Алло. Алло, Нұржан, қалайсың? Жақсымын. Не үшін хабарласып тұрсың? Уақытың жоқ қой. Әлде қолыңда ине ме? Шаруаң қанша сен? Нұржан, олай етпеш өтінем. Кездесейікші екеуміз. Сені емдейтін адамды таптым мен. Тез арада жазыласың. Жоқ, қажет жоқ, рахмет. Осы күнімден айт маған, түсіндің бе? Нұржан, сен мені бұрын еркелетуші едің. Кездесуге асығатынсың, жақсы көретінсің. Ал енді бәрі өзгеріп барады. Сен бөтен адам болып барасың, Нұржан. Арай, мен сенімен сөйлесіп тұратын уақытым жоқ, түсіндің бе? Осының бәріне есірткі кінәлі. Сен мен тұрмақ туыстарыңды да елемейтін халге жеттің, ұқтың ба, Нұржан? Арай, қой болды, мен тұтқаны қоям. нашақұр деген қандай жаман етеді. Енді не істейміз, әкесі? Мен білмеймін.
Емде дейік басқа жол жоқ. Нұржаным ақыл деді ғой. Мұндай жаман жолға қалай түсіп кетті? Айтшы әке. Оны енді үйден шығармайым. Бөлмесінен аттап баспайды. Жақсылық білмейтін ақымақ. Одан не пайда? Есесін есірткіге жоламайды. Қамалып жатса, кім әкеп береді оған? Қыз бала қойдай сабат тастайым өзім. Қанымды қайрайтып бітті әбден. Соңғы кезде өз-өзіне қарамайтын болды. Бұрын мұнтаздай, тап-таза жүретін балам. Қазір кір-кір. Қалай болса солай жүре береді. Иттің баласы адам бола ма десем? Түнде бөлмесінде әрі-бері сенден жүре беретінді шығар. Өзімен өзі сөйлесіп жүреді. Осының бәрін мен естіп жатырмын. Енді маған не қыл дейсің? Айтшы, не қыл дейсің? Ұрып та көрдім, соғып та көрдім. Не сөз өтпейді, не таяқ өтпейді өзіне. Енді естіп отыра береміз ба? Қол қусырып, баланы апарып қаратпаймыз ба? Емдетпейміз ба? Бармайым деп азар деп безер болады. Екі аяғын байлап апарамыз ба? Үлкен үміт күттірген ұлы еді ғой. Құдайым-ай, құлыным-ай, енді қайттым. Осы есірткіні кім ойлап тапты екен? Жолдарың болмағырлар-ай. Аға, ассалаумалейкум. Уағалейкумассалам. Ой, Есенжан, амансың ба? Жұмыс қалай болып жатыр? Жағдай жақсы деп айта алмас едім, аға. Нұржан қайда? Білмеймін. Кеткен шығар. Ол соңғы кездері адам танымас деп өзгерді. Үйге қонбайтын шығар. Білмеймін не болып жүрген. Мен білемін, аға. Мен білем. Не болды? Үйде заттар жоғалып жүрген жоқ па? Құнды заттар? Жоқ, Құдай сақтасын. Ұлыңыз, аға, нашақор. Инені соңғы кезде пайдаланатын жағдайға жеткен. Оны тез арада араша алмасаңыздар, жағдай әбден қиын болуы мүмкін. Мен соңғы кезде тіркеуге алдым. Есенжан, сен не деп тұрсың? Тіркеуің не, арашаң не, нашақорың не деп тұрсың сен? Жағдай солай, аға. Ұлыңыз осы аудан нашақормен бірге жүреді. Еш жатын ғимаратқа барып қонады. Мен көзіммен көргенін айтып тұрмын, аға, сізге. Сабыр сақтаңыз, аға. Нашақор. Нашақор. Өлгім келмейді мен. Есірткі керек маған дейсің. Есірткі керек маған. Жабық бер. Асындар, неге қалмайсыздар мені? Неге қалмайсыздар?
Нұржан осылай өз бөлмесінде қамалып 3 күн жатты. Бақтыбай оны емдететін дәрігерлермен кездесіп жүрді. Ал Ақ Сәуленің ештеңеге дәрмені жоқ еді. Бауыр еті жалғыз баласының көз алдында солып бара жатқаны оның жүрегін тілгілеп жатты. Нұржанның сүйіктісі Арай да Ақ Сәуленің көңілін білуге жиі келетін. Арай қызым, Нұржанға көмектесуге дәрменің жетсе көмектес. Өтінем сенен. Көрейін апай, бірақ менің қолымнан келе қоймас. Есірткіге тәуелді адамға сезімде, махаббатта жақсы көруде керек емес қой, апа. Сонда да талпынып көрші. Мен сенімен басқа жағдайда танысам деп ойлап едім. Көрмейсің бе өмірді, осындай жағдайға душар етті. Оны қойыңызшы, апа. Нұржан өзі қалай соңғы кездері қатты өзгеріп кетті ме? Иә. Қара түсті киім, жең ұзын киімдер киіп жүретін шығарды. Иә, нашақорлардың барлығы солай киінеді. Қолдарына салған инесін жасыру мақсатында ғой. Апа, мен Нұржанды жақсы көрем. Оның осы дерттен тез сауығып кеткен қалайым, апа. Менің де тілегім сол ғой, қызым. Менің көп балам жоқ. Құдайдың берген жалғысы осы Нұржан. Осы баланың бақытты бол, жақсы отбасы бол, адам болғанын қалайым ғой. Менің басқа қандай арманым бар дейсің? Түсінем ғой, апа, түсінем. Нұржан өз қайда қазір? Бөлмесінде ме? Иә, қызым. Әкесі қамақ қойғалы бері бөлмесінен шықпайды. Тамаққа әрең шақырамыз. Олай болса, жүріңіз. Өзіне барайықшы. Сөйлесейікші Нұржанмен, апа. Жүр ғой, қызым. Нұржан? Нұржан? Апай, ол мұнда жоқ қой. Терезе болса ашық тұр. Апай, қашып кеткен ғой. Қайда кетуі мүмкін?